Сәлем достар, бүгін мен өте дәмді әрі пайдалы асқабақ қосылған самсаның рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен қамырымызды илеу үшін маргаринді, суды, және тұзды және де қопсытқышты салып араластырамыз. Содан соң ұнды салып жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ емес, қатты да емес, орташа осындай жұмсақтықта болуы қажет. Салмасымен пияз, асқабақ, тұз, бұрыш, сұйық май қосып дайындадым. Ал енді қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп, самсамызды жасап бастаймыз. Мен самсаның формасын дәл осылай өріп жасадым. Бұл форма маған өте қатты ұнайды және өте әдемі көрінеді. Самсалардың барлығын жайғастырып болған соң, бетіне жұмыртқаны жағып, 180 градуста қызып тұрған пешке 30-40 минутта пісіріп аламыз. Самсалар 180 градуста пісіп шықты. Өте оңай әрі тез дайындалады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет.